Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ әдебиетінде жаңартылған білім бағдарламасының оқу мақсаты, оқыту әдістері. Жоспар жаңартылған білім бағдарламасы оқыту мақсаты мен міндеттері, қазақ әдебиеті тұлғалары және рухани қажеттіліктер, қазақ әдебиетін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер. Пайдаланған әдебиеттер әдістемелік нұсқаулар 2019-20 оқу жылына арналған, негізгі білім берудің 5 пен 9 сыныптарына арналған қазақ әдебиеті пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы, мұғалімге арналған нұсқаулық және Арифовтың интербелсенді әдістерді жоғарғы оқу орнында қолдану еңбегі. Кезінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы, мұғалім қандай болса, мектеп һәм сондай болмақшы. Яғни ұстаз білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін ұстаз деп айтқан. 21 ғасыр білім ғасыры. Олай болса, мақсатты білім беру тұлғаның дамуында, толысуында, сендердің, яғни студенттердің білім жолындағы күш-жігерлерінің таразыға салынатын кезеңі. Назарбаев зияткерлік мектебі, педагогикалық шеберлік орталығы, қазақ әдебиеті пәні бойынша білім берудің бағдарламасы, мұғалімге арналған нұсқаулықтың 4-ші бетінде қазақ әдебиеті бағдарламасының мақсаты, пән бойынша оқу бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу мәнмәтінде мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру. Қазақ әдебиеті бағдарламасының міндеті: бірінші, мұғалімдердің пәндер бойынша оқу бағдарламасының мазмұнын білуін қамтамасыз ету. Екінші, пәндер бойынша оқу бағдарламасына сәйкес педагогикалық тәсілдер мен оқу материалдарын қолдануды үйрету. Үшінші, пәндер бойынша оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін критериалды бағалау жүйесін қолдануды үйрету деп атап көрсетілген болатын. Қазақ әдебиеті қалыптасқан тарихы бар, әлем әдебиетінде өзіндік орнымен ерекшеленетін бай әдебиет. Әлем әдебиетіне қоса үлесін ғаламдық мәдениетпен ұштастыра отырып, пән ретінде оқушылардың танымдық әлеуетін кеңейтеді. Жалпы білім беретін мектептерде әдебиетті оқытуда қазақ әдебиетінің мазмұнын, стилін, идеяларын және жанрын бағалай білу, талдау жасау, шығармашылық ойлау дағдыларын дамытуға баса назар аударылады. Қазақ әдебиетін оқу барысында оқушылардың көркем шығармалардағы көтерілген мәселелерді жан-жақты талдау, бағалау, өзіндік ой айту дағдылары қалыптасады. Бұл рефлексия дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызады. Қазақ әдебиеті пәні бойынша оқу бағдарламасының мақсаты оқушыларды шығармашылық ойлауға бағыттау, олардың өз ойларын ауызша еркін жеткізуге және жаза білуіне қолдау көрсету, дәлелдер келтіру, салыстыру және талдау, бағалау дағдыларын қалыптастыру. Оқушылар әдеби жанрға эксперимент жасау арқылы драмалық шығарманы проза тілмен, прозаны поэзия тілімен жазу тәсілдерін меңгере алады. Теориялық материалдар оқушының қазақ әдебиеті туралы ұғымдарын кеңейтуге, әдебиет туралы дүниетанымын қалыптастыруға және азаматқа ортақ ойларды, дилеммаларды, проблемаларды зерттеуге мүмкіндік береді. Қазақ әдебиеті білім деңгейі, ой өрісі дамыған, әдеби тіл және әдеби формалар арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін өмірге бейім ұрпақ тәрбиелейді. Қазақ әдебиеті туындылары жасөспірімнің рухани қажеттіліктері мен даму мүмкіндіктеріне сәйкестендіріле қазақша ойлау және сөйлеу, жазу дағдыларын түсіну, монолог, диалог, пікірталас жасау дағдыларын қалыптастырып, талдап, тану негізіне сәйкес құрылған. Қазақ әдебиетінің оқу бағдарламасы оқушылардың сауаттылығын, олардың әдеби және эстетикалық талғамдары мен сезімдерін дамыту, ойлау қабілеттері мен танымдық коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру бағытында қарастырылған. Қазақ әдебиеті пәнін оқу арқылы оқушылар бірінші, қазақ әдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мәдениеттегі маңызды орнын құрметтейді және бағалайды. Екінші, қазақ әдебиетінің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, қазақ халқының қалыптасқан тарихын, алға қойған міндеттерін, жеңістерін, мәселелерін, қарама-қайшылық пен қиындықтарын анықтайды және түсінеді.
Үшінші, түрлі жағдайға бейімделе білу және өздігінен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Төртінші, заманауи ғылыми және қоғамдық дамуға сәйкес дүниетанымын дамытады. Қазақ әдебиеті пәні бағдарламасының мазмұны мен құрылымы оқу мақсаттарына негізделіп тұрған. Пәндік білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген. Ол түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру, сонымен қатар дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден тұрады. Яғни қазақ әдебиеті бағдарламасы 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім түсіну және жауап беру, екінші бөлім анализ және интерпретация, үшінші бөлім бағалау және салыстыру. Қазақ әдебиетін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер: ауқымды мәнмәтін бойынша топтық зерттеу жұмысын жүргізу және белгілі бір мәселе бойынша авторлардың көзқарасын талдау. Бұл арада ауқымды мәнмәтін деп ауқымды мәнмәтін деп, мысалы, егер біз Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясын өтіп жатсақ, бұл жердегі мәнмәтін Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясы болады. Егер біз сабақта Абай Құнанбайұлының Құс өлеңін өтіп жататын болсақ, онда бұл жердегі мәнмәтін Абай Құнанбайұлының жаңағы Құс өлеңі мәнмәтін болып есептелінеді екен. Жанрларды түрлендіру: драманы хикаятқа, немесе хикаят тарауларын драмалық шығармаға айландыру және оның әсерін бағалау. Бұл оқушының шығармашылық қабілетін ұштайды екен. Рөлді ойындар арқылы автордан сұхбат алып сұрақ қою. Яғни бұл жерде бір оқушы автор, екінші оқушы ол оқушы ретінде сұрақ бере алады. Ал мүмкін болған жағдайда әрине авторлармен, фильмді түсірушілермен кездесулер ұйымдастырған абзал. Оқушылардың сөйлеу және сын тұрғысынан ойлау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған пікірталас, ми шабуылы, дебат стратегияларын қолдану. Оқушының бүгінгі қоғамға лайық жеке тұлғалық қасиеттерін, оның рухани жан дүниесін байытатын қазақ тілінің этномәдени лексикалық даналық сөздерін меңгерту. Оқу үрдісінде түрлі жағдаяттар, рөлдік ойындар, дөңгелек үстел, брифинг, баспасөз конференциялары, көңілділер тапқырлар клубы және монолог пен диалогты әңгімелесуге жағдай жасау. Оқу үрдісінде түрлі үнтаспаларды, бейнетаспаларды, медиа материалдарды, бейнероликтерді, интернет материалдарын, электронды оқулықтарды, компьютер және лингафондық аппараттарды, белсенді оқыту әдістері мен пәнаралық байланыстарды сабақтастығын кеңінен қолдану. Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұн мен жүйелікті білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерге қол жеткізеді. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейірім, шала байқалады дейді Абай. Өз заманында ұлы Абай білім мен ғылымға сүйеді. Міржақып Дулаттың жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те, жұртшылығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бақсы айтты, жарқын жұлдыз оқу, надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман. Өркениетті дамудың өзегі білім, ғылым, тәрбие екендігін ешкімнің таласы жоқ. Қазақ әдебиетінде көркем шығарманы оқыту, талдау, жеке тұлғаны жан-жақты дамуына әкелетін бірден бір жол. Ендеше бұл жолды ұтымды пайдаланған абзал. Қазақ әдебиетінде жаңартылған білім бағдарламасының оқу мақсатына негізделіп, тапсырма беріліп, көркем шығарма оқылады. Оқытудың әдістері оқу дағдысына сай алынған. Яғни оқытудың әдістері оқу дағдысына сай алынғанда ғана сабақ сәтті өтеді екен. Кері байланыс үшін берілген тапсырма. Сендерге кері байланыс үшін мен жаңа қазақ әдебиетін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдерді бердім, түсіндірдім. Сондағы 7-ші әдіс бойынша бергелі отырмын. 7-ші әдісті қайтадан бір естеріңе түсіріп кетейін. Оқу үрдісінде түрлі үнтаспаларды, бейнематериалдарды, медиаматериалдарды, бейнероликтерді, интернет материалдарын, электронды оқулықтарды, компьютер мен лингафондық аппараттарды, белсенді оқыту әдістерін қолдану негізінде сендер 6-шы сынып Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» өлеңіне
оқу мақсатын өздерің таңдай отырып, бір тапсырма дайындайсыңдар. Мен сендерге бағдарламаны бергенмін электронды түрде. Енді бүгін қайтадан тағы да бағдарламаны салып қойдым. Осындағы қазақ әдебиеті бағдарламасын қарайсыңдар. Бағдарлама сендерге не үшін керек? Сендерге жаңа бағдарлама өзі 3 бөлімнен тұрады. Түсінік және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру. Осы 3 бөлімнің дағдының, 3 дағдының қайсысын аласыңдар, сол дағдыны таңдап алып, сол дағдыға сәйкес оқу мақсатын таңдап аласыңдар. Ал сол оқу мақсатына сәйкес сендер бір материал, осы 6 сынып Ерлан Жүністің "Менің атым тәуелсіздік" өлеңіне бір тапсырма дайындауларың керек. Уақыты ең азы 2 минут, ең көбі 4 минуттың арасында. Онда үнтас бағып дайындайсыңдар ма? Бейне тас бағып дайындайсыңдар ма? Медиа материалдар дайындайсыңдар ма? Бейне ролик дайындайсыңдар ма? Оны өздерің біліңдер. Сендер қалай дайындайсыңдар? Әйтеуір бір белсенді оқыту жаңағы әдісін сендер маған көрсетулерің керек. Енді сендер бұны дайындағаннан кейін оны электронды почтаға сендер мене ұсынып отырмын. Мынарада электронды почтамды осы электронды почтаға немесе WhatsApp желісіне жібере аласыңдар. Сондай-ақ біздің педагогикалық колледж Canvas жүйесі бойынша жұмыс жасайды. Осы жүйеге жібере аласыңдар. Сендер енді қайсы сендер үшін ыңғайлы, сол ыңғайлы жүйені, ыңғайлы тәсілді өздерің жаңағы таңдаңдар, содан кейін сол бойынша жұмысты жіберіңдер. Енді бұл жұмыс сендерге қиындық келтіреді деп ойламаймын. Бұғанға дейінгі сабағымызда біз бейне роликтерді, үнтаспаларды, медиа материалдарды, бейне роликтерді пайдаланғанбыз сабағымызда. Сондықтан да жоғарғы деңгейде 6 сыныптың Ерлан Жүністің "Менің атым тәуелсіздік" бойынша кереметтей жоғарғы деңгейде сапада жасалынған жақсы тапсырма кері байланыс ретінде орындап жіберейік деп ойлаймын. Сондай жоғарғы деңгейдегі жұмысты сендерден күтемін, балалар. Сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болайық.